Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеоблогта мен сіздерге борщты қалай жасайтыным жайлы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар және де менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып, етімізді ішіне салып, бір қайнатып көбігін алып алатын боламыз. Ыдысымызға етімді салдым. Енді оны газға қойып, үстінен кішкене тұз саламыз дәміне қарай. Одан кейін осылай көпіктердің барлығын алып тастайтын боламыз. Бізге керекті ингредиенттердің барлығын описанияда толық қалдыратын боламын. Қазір ең алдымен сәбізді және де пияз және де қызылшаны турап дайындайтын боламыз. Ең алдымен сәбізді осылай үккіштен өткізіп алатын боламын. Кішкене бөлігін осындай кішкентай түрінен, одан кейінгісін осылай үлкен түрінен өткізіп шығатын боламын үккіштің. Келесі кезекте дәл осылай қызылшаны да өткізіп шығамын. Қызылшаның кішкене бөлігін теркадан өткізбей алып қалатын боламыз. Оны кейін сорпаға жай өзін артынан салатын боламыз. Сонда қып-қызыл түс беретін болады. Ал қалғандарын барлығын осындай терканың ең кішкентай түрінен өткізіп алдым. Келесі кезекте пиязды дәл видеодағыдай етіп турап шықтым. Пиязды және де сәбізді, қызылшаны ең алдымен қуырып алатын болғандықтан үшеуін бірінші осылай турап дайындап алдым. Менде барлығы дайын. Енді оны қазір тапамызға май құйып, бұларды қуыратын боламыз. Әзірге дайындап бөлек қойып қоямын. Қазіргі кезде мен капустаны турайтын боламын. Капустаны барынша жіңішке етіп тураңыздар, сонда сорпамыз дәмдірек болып шығады. Мен өзіме осылай жіңішке етіп турағанды жақсы көремін. Үлкен болып жүргеннен көрі жаңағыдай езіліп, жұмсақ болып піскені жақсы. Капустаның барлығын осылай турап дайындап алдым. Қазір осы капустамызды сорпамызға салып қоятын боламыз. Ал картопты кейінірек салатын боламыз. Мінеки тапамызға майды құямын. Одан кейін бұл қызғаннан кейін үстіне жаңағы пияз, сәбіз және де қызылшаны салып жақсылап тұрып қуыратын боламыз. Пиязымызды кішкене қуырып алдым. Одан кейін сәбізді саламыз. Сәбізді кішкене қуырып алғаннан кейін 1-2 минуттан кейін қызылшаны салатын боламын. Енді үшеуін жақсылап тұрып бірге қуырамыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне осылай жартылай, кішкене ғана жартылайды емес, шай қасықтың ұшымен кішкене ғана уксус құятын боламыз. Одан кейін жаңағы қайнап жатқан сорпамыздан осылай ожаумен 2 ожаудай су құйып, кішкене отта, баяу отта бұқтыратын боламыз. Мінеки етіміз қайнап жатыр. Енді осыған капустамызды салатын боламыз. Мінеки капустамызды салып қойдым. Енді оны жақсылап араластырып, бетін жауып, піскенше күтетін боламыз. Піскеннен кейін картопымызды видеодағыдай етіп, 4 бұрышты етіп турап, капустамыздың үстіне саламыз. Картошкамыз пісіп қалған уақытта жаңағы қызылшаларымыздың барлығын табадағы қуырылған, соны сорпамызға саламыз. Одан кейін көп қайнатпаймыз. Жоқ дегенде 5 минут қайнатып бұқтырамыз. Одан кейін отты өшіреміз. Егер көп қайнатып алатын болсақ, онда жаңағы сорпа өзінің қызыл түсін жоғалтып алады. Сол үшін жоқ дегенде 5 минуттай ғана бұқтырып ұстайтын боламыз. Және де ұмытпай қызылшадан алып қалған бөлігін сорпаға сол шикі күйінде, яғни шикі күйінде, қуырылмаған күйінде, бітеу күйінде салатын боламыз. Ол да ертесін қып-қызыл түс беріп тұратын болады. Мінеки біздің борщ дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Және де менің YouTube каналыма өтіп тіркеліп алыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.